Жүрегімнің жасқаны тамған жерім ауылым, шабытымның асқары самғаушы едім ауылым. Жастығымның куәсі шұрқыраған ауылым, жусаны мен жуасы бұрқыраған ауылым. Жастығымның куәсі шұрқыраған ауылым, жусаны мен жуасы бұрқыраған ауылым. Шыңғызға құмар қылған ауылым, бүлдіршіндей бір қызға сыңар қылған ауылым. Әнмен таңды аттырып, ән салдырған ауылым. 25-інде мамырдың қанаты қаққанбыз. Шынайы жүздерменен, ең жақсы сөздерменен, жадырап күліп тұрған жайнаған көздерменен, жолықсақ қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Сағынған жүрекпенен, ең ыстық тілекпенен, құшаққа қысып тұрып, қуатты билікпенен, көріскен қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолықсақ қандай жақсы. Амандық болсын десем, көңіл көл толсын десем, баянды басымызға бақ дәулет қонсын десем, бар болса қандай жақсы, бар болған қандай жақсы, бар болса қандай жақсы. Бір ауылдың түлеп ұшқан жастар едік, бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз де жазылмаған дастан едік, армандастар, құрдастар. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен? Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір
армандарға шектіңдер ме? Қайдасыңдар құрдастар? Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен? Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен? Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзал Жабыққан сәтте қасқағым, жанымды оғар басқадым. Жана бір әуен бастадым, сендерге арнап достарым. Бас қосты достар бүгін, гүлдердің жапырағындай. Жайнап тұр ақ дастархан, алып ұшып көңіл зеркін жанғандай. Көтерейік әні достар, махаббат үшін үзілген сөнгенім Құрметті Асылардақты 9 жолдың торамында орналасқан киелі Науалы ауылының Асылардақты азаматтары мен азаматшалары 1965 жылы тарыдай болып кіріп, таудай болып шығып, 1970 жылы біздің түлектеріміз бүгін міне 50 жылдық кездесуді жасап жатыр. Мерекелеріңіз құтты болсын. Азаттығы арман болған Науалым, батырлары қорған болған Науалым, қазағым өңіліп мың терелеп, ата-баба жебіп келген Науалым деп бүгін Жұлдыз мейрамханасында дүркіретіп, той жасағалы жатқан біздің 1970 жылғы түлектер. Мерекелеріңіз құтты болсын. Жақындағанда шештік қой. Жоқ, айтқанда мен бірінші айттым. Мынау айтқан кезде біз жетпей қалғанбыз. Бұл базарға бүкіл алып маған берсін. Қалай деп. Сізге ел бар болған. Мырза, сәлеметсіз бе? Біздің тойға қалмай келгеніңіз үшін, ауылды көргеніңіз үшін сізге қорғаныс мистер атынан төс белгі. Қорғаныс мистер сізге осыны берді. Жуықта сіздің пенсияңыз көбейеді. Шапалақтар. Қазақстан Республикасы қызмет етемін. Военный болып жұмыс еттік. Кешке жүрмесін ғой. Ол жұмыста ба көрсің? Ол жұмыста ба көрсің? Құрметті құрдастар, 50 жылдық мереке құтты болсын! Кәң қараңыздар. Түсірем. 1 2 3. Тағы бір рет 1 2 3. 1 2 3. О, болды. Біздің алыста жақыннан келген құдастарым, сыныптастарым, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, бәрлеріңізге денсаулық тілеймін. Әрқашанда аман жүріңіздер, тойымыз той қыласын, барғандарыңыз той, жиендеріңіз той болсын. Сыныптастармен бірге жасаған 50 жылдығымызға келуімді құттаймын. Қалмай келгеніңізге рахмет. Мына бір марапат сізге Қасым-Жомарт Тоқаев атынан беріп жерді қабыл алыңыз. Зейнеткерлік ақшаңызды да қосады. Құрметті ауылдастар, құрметті ауыл ауылының тұрғындары, қошеметпен салыңыздар. 1965 жылғы
bitirgen türekler gele жатыр. Bari salыңыздар. Hoş geldinizler. Türekleriniz gele жатыр, koşuluklar yapsanızlar. Ағайын туған бармасын, қартаң қыран бармасын, қиядан көзді тартатын, сендерсің қыздар қырылышын. Елімнің болса хаты бар, асқалы таудай дәтті бар. Елді сыйлап құрметтеу, қазақтың да салты бар. Қазақтың да салты бар. Осынша аман атамыз, осынша аман апамыз, тілеген дәлім жасылы. Осы қалып атарыз, армысың асал ағалар, ағалар жақын жағалар. Сендердей асыл болмаса, біздерді кімдер бағалар. Армысың ерке жеңгелер, жеңгелер елге өң берер. Береке байлық бастауы, сендерге кім бар теңгелер. Сендерге кім бар теңгелер. Армысың құрлы құрдастар, сырміне сырлы сырластар. Сендердей сері болмаса, тамаша тойды кім бастар. Hoş geldinizler, hürmetli Türkler. Türklerimiz kutlu olsun. Армысың қалған інілер, аралауылда жүргілер. Інісі кімнің бар болса, өнері өрлеп өрілер. Армысың қарындастарым, атырма қарлығаштарым. Сағынып келдім сендерді, дарды жалын жастарым. Дарды жалын жастарым. Салды сәлем жалпыңа, басем ата салтыңа. Қуана қарсы ағаға, ризамын туған халқыма. Салды сәлем жалпыңа, басем ата салтыңа. Қуана қарсы ағаға, ризамын туған халқыма. Hayırlı geç kıymetli hanımlar ve mırzalar. Tayğulunday tevsep, şabıkta at kap minip, köşenin şangın шығара шапқылаған балалық шақ. Бертіндегі мектеп қабырғасын, имене аяқтаған боз бала өрендерімен тұлымшағы желбіреген бүлдіршін қыздар. 10 жыл бұрын сыныпты оқып, бір партада отырып, бір ұстаздан тәлім тәрбие алған армандастар келді ортамызға. Жарты ғасыр бұрынғы төбет мұртты боз бала бүгінде ақсақалды қария, бой жеткен салиқалы әже. 50 жыл мерекелеріңіз құтты болсын. Армысыздар құрметті ауылымызға кеп жатқан қонақтар, асыл ағалар, алтындай әпкелер. 9 жылдың торабы киелі туған жер Науал ауылына ширек ғасыр уақыт өтіп, 1975 жылы мектеп бітіруші түлектер келді. Түлектерге жалынды сәлем! Бүгінгі 50 жылдық кездесулеріңізге қош келдіңіздер. Құрдастар, сыныптастар, парталастар, шәкірттер, бір кездегі балғын жастар. Қаншама жыл өтті міне мектеп бітіргелі, бастарын қосқалы отыр бүгін асыл достар. Мерекелеріңіз құтты болсын Асқар Таудай ағапкелер. Бүгін міне сіздерді алтын ұяларыңыздан ұшырған киелі туған жер елдеріңіз 9 жылдың торабы Науал ауылы сіздерді құшақ жайып қарсы салады. Ал енді 1970 жылы бітірген түлектерімізді үлкен әулетіміздің даладай дастарханы, көлдей көңілі залға шақырамыз. Солтабаев Тұрсын Бекбайұлы, Науал ауылы. Оразбаева Бақайша, Науал ауылы. Байшиева Фарида, Науал ауылы. Әлімбаева Бипайза, Семей қаласы. Балабекова Сәуле, Ақтөбе қаласы. Омаров Оралхан, Астана қаласы. Сапарова Бақтығыл, Түркия мемлекеті. Әбдірова Роза, Науал ауылы.
Қалапьянова Нұрлыхан Семей қаласы. Құсайынов Қалмақбай Үржар ауылы. Тұраров Орынбек Барлығы Арасан қаласы. Нұрпейісова Ләйла Алматы қаласы. Смагулова Гүлбаран Алматы қаласы. Гимадиев Сұлтан Алматы қаласы. Мөкешев Төлеуғали Астана қаласы. Садыков Бекмұрат Алматы қаласы. Базарбаев Құрбанғазы Семей қаласы. Нұргазина Света Семей қаласы. Беспаев Қажымұрат Семей қаласы. Байғалиева Гүлсара Зайсан қаласы. Тоқтаров Секен Балқаш қаласы. Шешенғаранова Дина Науалы ауылы. Жанұзақов Мәулет Үржар ауданы. Кейжебаев Төлеуғали Науалы ауылы. Ташиева Роза Науалы ауылы. Құлшақбаев Жұмкен Науалы ауылы. Әбдірайымов Жұмабек Науалы ауылы. Садырбаев Төлеубек Науалы ауылы. Қош келіңіздер, залға келіңіздер. Сонау күзде кеудеге күл тағып, мектепке келдік бет алып, ұстазбен құмды зердеме үйреткен ей қырық екәрі. Сіз бөлек ақбар тұтпенен келуші қыздар сәніңіз, бөлек қызыл жарасушы еді бәріміз. Сіз бөлек ақбар Құрметті көрген жайғасында дастархан төріне келіңіздер. Қазір сіздерге құрметті көрген жайғасы дастархан төріне. Құрметті көрген жайғасында дастархан төріне. Сіздерге арналған дастархан келіңіздер. Баршаларыңыз дастархан төріне жайғасы. Төретіңіздер әпкелер, келіңіздер. Hadi Mehmet Hanımlarımız aldı sana dönme şeyler sonra sırayımız gelinizde.
азыптығы арман болған ауылым, батырлары қорған болған ауылым, қазағымың өліп мың тірілі, ата-баба жебеп келген ауылым деп 1965 жылы Әрби Жангелдин атындағы орта мектепке тарыдай болып кіріп, 1975 жылы таудай болып шыққан менің асыларда тасқартаудай әкелер мен әпкелеріміз. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Қақпасы қағылмайтын есігі жабылмайтын, қазылықтан шағым жоқтан босамаған, ер азаматтары атқа мініп, ұлықты ұл мен қортығыз тәрбиелеген асыларда тағыпалар. Бүгінгі мерейтойларыңыз құтты болсын. Берекемен бірліктің басын құра, жүрген жандар жай қалған жасыл құра, бітіргелі мектепті көп жыл өтті, сағынысып кездесу, асыл құрмет деп құрметті ағайын. Бүгінгі кездесу 50 жыл деген шарты ғасыр ағайын. Бір адамның толық өмірі деп айтуға болады. Бұл күнге жеткен де бар, жетпеген де бар. Бұл күнге жасаған адам да бар. Сондықтан да сіздерден тәлім-тәрбие алып отырған барша ұрпақтарыңыз өсіп өтсін. Бір әулеттің отанасы болып отырған қадірменді аналарымыз, бір әулеттің Асқар Таудай әкесі болып отырған, бір үлкен әулетте құрмет пен құдағи болып отырған, немере мен шөберенің қуанышына бөленіп отырған асыл ардақты апаларымыз, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Ән тілегімізбен, жыр тілегімізбен 50 жылдық кездесудің ақ шымылдығын ашуға рұқсат етіңіздер. Мерекелеріңіз құтты болсын. Енді бірінші Ардасқа ханымыздың қуанышы сіздердің бүгінгі жан-жақтан келіп ауылға деген сағыныштарыңызды білдіріп, балалық кездеріңізді бір еске алып, өмірден өткен асқардақты азаматтарыңызға бүгін міне хатын түсіріп, мынау барша ағайынның алдында жақсы тілектеріңізді арнадыңыздар. Енді қуаныштарыңыз құтты болсын деп, бүгінгі мерейтойымыз құрметті ханымдар мен мырзалар, кереметтей жақсы қуанышпен басталды. Енді тойдың аяғына дейін сіз болып, біз болып бүгінгі 50 жылдық мерейтойымызды қуаныш пен жақсылықпен бастайық құрметті ағайын. Енді ортамызға асабаның ақ тілегімен алтындай жүрегін алақанына салып, сағынышпен тайғұлындай тебісіп өскен өзінің жора жолдастарын, достарын міне қуанышқа бөлеп отырған қадірменді Тұрсын Бекбайұлын ортаға шақырымға келіп отыр. Дастарханымыздың шымылдығын ашып берсе дегіміз келеді. Келіңіздер. Бәрекелді, алыңдағы қуаныштарыңыз құтты болсын. Мынау енді достарыңыздың, мынау замандастарыңыздың ары дастарханы сондықтан да бір ауыз тілекпен кешімізді ашып беріңіз. Ал құрметті жолдастар, кластастар, міне тойымыз басталды. Енді міне жерде міне алыстан келген осы кластастарға ең бірінші рахметімізді айтамыз.
ең бірінші міне Сәуле анау Ақтөбеден келіп отырған, Гүлшара анау Зайсан қаласынан келіп отырған, Алматыдан келіп отырғандардың бәрін атап өтіп айтуға болады енді. Былай айтқанда мына жақтан енді келіп Мұрат семьясымен келіп отыр, Сұлтан міне семьясымен келіп отыр. Бәрін бірдей айтып өтпей осы 50 жылға жиналып келгендердің өзі бір тарих. Бұл да бүгінгі күн ертеңгі тарих дейді. Сондықтан қазір қыздар айта жатқан жерде Бариза мен Бипаза екеуінің алдыңғы жаққа енді 10 жылға құрған пландары бар. Соның ішінде жаңағы біреу болады, біреу болмайды, кімге қалай келеді өмір, қайдан білеміз. Сондықтан әрбір күнімізді осы сәтті өткізуге, бақытты өткізуге, көңіл өткізуге бәрілерін атсалысып келгендеріне рахмет. Біріншіден. Екіншіден мына жерде енді класстастарға, келіндерге, бәріне мына жерде міне Бипаза бір қолжазба қалдыруға арнаулы альбом бастап отыр. Соған қолжазба қалдырып кеттіңіздер. Оған келіндер де көбіне класстастар қалдырса сондай болады. Енді өздерінің ой пікірлеріңізді білдіріп, қандай немен екен. Артынан деген жоқ, қазірден бастап жаза берсе, Бипаза қазір сөз бергенде түсіндіріп айта жатыр, үш өзі қойып қойып, жанында қаламсауы бар, сонысымен сондай немене. Енді кім ішемін, кім ішпеймін деп еттеп қойыңыздар, ішеттеріңіз 100 грамм ішіп көңіл жүруге мен енді қарсы емеспін. Ешқандай мына жерде осы Науалда ешқандай немене жоқ. Бекмұрат өзі участковый күйеу балам, сондықтан мына неменеге жаяу арасында жата саласың, бәйшек үшін тұра берсін болды. Ешқандай немене емес. Сондықтан 100 грамм ішіп отырғанда көңілді боласыңдар, бәрі де жақсы болады. Бәріне жақсы көңіл күй. Осы бүгінгі тойымыз жақсы өтсін, дендеріңіз саулық, бастарыңыз аман болсын. Жаңа Серік бауырымыз көп нәрсе айтты, оның енді сөзін қайталамай қояйын. Бұл Серік бауырымыз өзіміздің баламыз. Енді Пәрида деген осында бір апайы бар, айту танымайтын адамы жоқ, айту осы бәрі балаға болады. Менің де балам балаға болады, елдің де баласы балаға болады, айту баласы көп. Сондықтан Пәридаға да рахмет, міне бәрін де ұйымдастырып жатыр. Сондықтан осы тойларыңыз құтты болсын, жақсы өтеді деп сеніңіздер. Серік деген бауырымыз ол қатырып тұрып айтады. Рахмет. Рахмет аға, барлықтарыңыз құтты болсын. Енді бүгінгі тойымызда кереметтей бір жаңағы қалай өтетін бағдарламасымен таныстырып өтейік. Қазір енді сіздерге жаңа айтып жатыр ғой, Асқар Тодай әкеміз мынау келіп жатқан меймандар өздеріңізге қолтаңбаларыңызды тастап естелікте бір тілектеріңізді жазып кетесіздер. Одан кейін атадан қалған асыл сөз, құрметті ханымдар мен мырзалар, сіздерге кереметтей мақал-мәтелдер, жаңағы сұрақтар қойыламыз. Жоғары жақта міне әдемі сыйлықтарыңыз тұр. Осы сыйлықтарды құрметті ағайын осындай кереметті ойындармен алып отырасыздар. Сондықтан да әсем әннің ән күйі сіздерге арналған әсем әндермен жарыс болады, бимен жарыс болады ортамызда. Сондықтан да сіздердің заманауи ән тілектеріңіз вальспен ортада твистпен жарыс болады. Соған да дайын отырыңыздар. Одан кейін балалық күндеріңізді еске алу, балалық кездеріңіздегі қызықты сәттерді еске алып сіздерге кереметтей бір қуаныш сыйлаймыз. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Енді ортада жаңа ғана тілек айтқан Тұрсын әкеміздің артынан ерген қарындасы бар. Біздің ортамызға келіп отырған аяуларды қарындасын ортаға шақырып, мынау келген ағайындарымызға тағы да бір әдемі ағалық тілегіне тағы да бір тілек қосамын деп отыр. Келіңіз. Нұрзат ханымды да ортаға шақырайықшы. Ал құрметті бүгінгі 50 жылдыққа жиналған ағайлар мен апайларымыз, қадамдарыңызға нұр жаусын. Мен мына жерде жездеме арнап, жездеме бір тілегім келіп, осы жолдыққа досты сұрап алдым. Ал енді жездеме мен әпекеме бүйірді бала жеткізсе, міне 45 жыл отау көтергендеріне, мектеп бітіргендеріне 50 жыл. Сондықтан осы ауылда тұрып бір тілек айтпай кеткенім дұрыс болмас. Келіп сол өзім бір арнауымды арнап кетейін деп тұрмын. Бірін қыран, бірін аппақ қайыңдай, келесіңдер жұттарыңыз жазылмай, отбасына шаттық бақыт тілейміз, еркелеңдер күлдің аққу қазындай. Өтіп жатыр уақыт шіркін көсілген, өткен күндер жезде кетпес есіңнен. Мың тілегім арналады сіздерге, қыздарыңызды бақытты етіп өсірген. Берекесі көп
дейміз. Берекесін көп қыл дейміз бергеннің, бағынашын астарынан ергеннің, ең бастысы бар байлықтың бастауы, денсаулығы мықты болсын жездемнің. Айналаңда өсіп өткен қыздарың, көрмесінші бұл заманның ызғарын, өзің бек бәйтеректей жайқалып, көре беріңіз балаларыңыздың қызығын. Біледі адам, жазымыштан озбасын, өзің тозсаңыз да көңіліңіз тозбасын, қуанышқа ұласып, жаныңызда еш жамандық болмасын. Мен сіздерді жақсы көремін. Біздің жанымыздан кішкентай ғана бір естелік жездеме. Әкеге менге отақ шақырып кеттім. Мына класстастар, мына тұрған Ерғазының қарындасы. Осында тұрмыста, енді Ерғазын өздерің білесіздер, кішкентай соған өзі келе алмады. Бірақ бәрімен жіберіп, қазір құлақтандырып отырмын. Гүлжамал екеуін, сонымен қарындасымыз осы. Мына жаңа сөйлеген менің әбзәлер 5 қыз бұрын болатын енді, екеуі өмірден озып кеткен. Ең кішкентай балысым осында тұрады, 3 баласы бар. Нұрзат деген. Рахмет Құралай Нұрзат сендерге. Рахмет, қандай бақыт құрметті ағайын осылай қуанышта артеліктерін арнап жатқан, той жалғастырып жатқан қадірменді ағайындерімізді құттықтап келіп отырған құрметті меймандар. Қуаныштарыңыз құтты болсын, енді алдарыңыздарда мен алып отырыңыздар, әсеме әр тілегімізге назар салып отырыңыздар. Сол кезде жанына сен жан отырса, тамаша жесімді көл астында. Енді мына аузымыз дәмде, мынау көңіліміз қуанышта берекеде отырсын. Енді мына сіздер сияқты 50 жыл мерейтойды тойлатып, жанұяның міне алтын тойына тақап қалған бір әжеміз бен атамыз алтын тойын тойлатыпты. Осындай мерекеде бас қосып үйге барып, 60-50 жыл отасқан атамыз бен апамыз өмірі әй шай кесіп көрмепті. Бір уақытта үйге келіп шай ішіп отырса, атама сәл ғана көңілі аумай қалды екен, атам ренжіп екеуі чаттасып тұстасып ұрысып қалды. Сөйтіп атам апамызға
отырса, атамыз айғай сапты. Кетей кемпір деп. Апамыз әлі сөзді естігеннен кейін, қыз кезіндегі есіне түсті ме екен, апам бүкіл киім кешегін жинап, төркіне кетіпті. Bir gün ötep apam жоқ, 2 gün ötep apam жоқ, 3 gün ötep apam жоқ, қазіргі заман сияқты телефон жоқ. Сөйтіп атамыз апамызға былай деп хат жазыпты. Жүрегіме қатты батты келмегенің, сөзімді менің тыңдап ермегенің. 2 күнде үйге келмесең, көршінің кемпіріне үйленемін деп хат жазыпты. Сөйтсе, әжеміз хатты ала салып, атамызға былай деп жауап жазыпты. Хатыңды бүктеп отқа салдым. Деп отсың ба, мына мені қауып алдың. Үйленсең сол кемпірге үйленемін, мен мына жақта көртөй шалқау болдым етеді. Сол сияқты құрметті мынау жастарыңыз тек қана жақсылыққа бейілсін, қуанышқа бейілсін. Осындай кереметті күнде жақсы күндеріңізді бір еске алып, береке бірлігіміз жарасып, жақсы кейіппен отырайық. Енді ортамызға тағы да бір әсемі ақтілікті арнайтын ортамызға Баққайша әпкемді ортаға шақырып келіп отыр. Баққайша апайымыз бар ма? Келіңіз ал. Ал Баққайша апай. Ал енді құрметті сыныптастарым, класстастарым, келген қадамдарым құтты болсын, дендері сау болсын. Енді міне 50 жылда ел жаңа дейді, 50 жылда басымызды қостық жатырмыз. Не айтам енді? Жақсылық көп болсын, бала-шағаларым аман болсын. Осындай тағы да дені сау болып осылай жүрсек, тағы да 55 жас, 60 жас дегенде қаламай тойларда берейік. Бәрінен де денсаулық тілеймін, аман болып жүріңіздер. Рахмет. Енді алдарыңыздағы тойларыңыз болып біз алып тұрайық. Баққайшадай анамыздың мәртебелі тілектері үшін осы күні әрқашан ұмытылмасын деп ойлайсың ба деген әсемәнге құрметті түлектер естиміз. Билейміз, кеттік ортада. Ал кеттік шығайық. Не
қандай тапсырайындар. Сондықтан да асабаның алтын төріне ақ келіппен келе жатқан. Осы бір кереметтей кешке ұйытқы болып, осы кештің бір шетінен шығысы, өзінің бар еңбегін алып келіп сіздермен бірге кездесіп отырған. Сонау Абай облысы, Абай елінен, қасиетті киелі Алталас жерінен, Семей өлкесіне сіздерді сағынып келіп отырған сұлу сымбатты қыздарыңыз бар. Ол кім деп ойлайсыздар? Бейбайызат келіңіз ортамызға. Келіңізші билеп ортаға шақырайық. Және де пайғамбарға күйеу баласын сыйлаған дейді Рахмет. Осы ортаға ойып тұрып орын алып атқан мынау 75 жасқа келіп міне осындай кереметті дүбірлі тойға ақ тілегін арнаймыз деп келіп отырған ақсақалымыз, Әмен ақсақалымыз атамыз отыр. Келіңіз аға, ортаға шаттық шапалақпен билеп. Көр болмайыңыз. Сәлида мамам қызғанып кетті, ақ тұрғын болды. Ona баяғыда дейді, құрметті ағайын, осындай замандастары той қылып атыр дейді қалада. Енді сіздер бастарыңыз қосылғанда бәріңіз той жасадыңыздар ғой, ұлдарыңыз үйленіп атты. Сөйтіп атамды шақырады дейді құдасы. Әй құдеке, Алматыға ел тойға балам үйленіп атыр деп. Содан атамыз не қылсын таңертең сағат 6-дағы автобусқа бар киімін салып, сарқытын алып Алматыға барады. Алматыға барса, құдасының үйі 9 этаж еді. Атамыз қалай келерін білмей, домофонды басқаса, ар жағынан есік ашып, городская бір орыс аты есік ашып тұр дейді. Атамызға қарап айтады дейді, замандас, неғып тұрсын кіріске деп. Мә, әлгі алтын сөзді естіген атамыз қолындағы сумкасын алып, подъездің ішіне кіріп десе, оң жақтағы істе тарс етіп екіге бөлініпті. Сөйтсе атамыз лифті бар екенін білмейгенді, қолындағы сумкасын ұстап, лифті жақтаған келіп жатса, әлгі орыс апамыз городская, әлгі тесіктің ішінде тұр дейді, лифтінің ішінде. Замандас, қайда бара жатсың? Мында келіңіз, мына үймен көтерілеміз деп. Әлгі атамыз қолындағы сумкасын алып, апамның жанына жақындай берсе, лифтінің есігі тарс етіп жабылып қапты. Сөйтсе атам ойлап тұр дейді, Құдай мына тесіктің ішіне кірген не болды. Мына кемпір қайда кетті деп атам ойлап тұрса, лифті жоғары көтеріліп, қайтадан төмен түсіп, тарс етіп есік ашылса, мынандай бір жақ-жас келіншек түскеле жатыр дейді. Сөйтсе атам айтады дейді, о Құданың құдіреті, ауылдағы кемпірді әкеп мына тесікке бір тығып алу керек дейді. Сол сияқты құрметті көңілдеріңіз қуанышқа толы болсын деген ақ тілекпен бір ауыз тілектеріңізді арнасаңыздар. Құрметті бүгін мына 50 жылға келген кластастарым, дендеріңіз сау болсын, өмірлеріңіз ұзақ болсын, балаларың, немерелерің қызықтап жүре беріңдер. Міне осы әрқашанда өстіп бір-біріңді ұмытпай қарсы алып жүре беріңдер. Дастархандар ылғи қуанышқа жайылсын. Жетпістің ұлғыздары, апалары, аталары, бүгінге бәріміз 50 жылдық кездесуімізге келіп отырмыз. Алла берген жасып жасап, бір-бірімізбен қауышып, шырқырай алса жүрген сәулемізді көрсек, бекұратымызды көрсек деп бәріміз бірімізге-біріміз шат ашып, осы бір жылдан асып кетті. Бірімізді-біріміз осы 50 жылдық көрсек, кездессек дегеніміз міне алашылық болып бәріміз кездесіп отырмыз. Енді барлықтарына денсаулық тілеймін. Алла берген бірінші денсаулық керек адамға, екінші отбасыларға амандық. Одан кейін енді 50 жылда ел жаңа дейді ғой, көп өзгеріс бар екен. 50 жыл көрмеген, 45 жыл көрмеген бірімізді-біріміз қауышып, күлісіп, ойнап күліп жатырмыз енді. Келген қадамдар құтты болсын. Енді арамызда өтіп кеткен бүгінгі біздің класстастарымызды бір несін ертіп тастадық енді. Олар да риза болып жатқан шығар. Арамызда 2 бала келмей қалды. Ташайға Роза мен Кенжебаев Төкен. Ол енді денсаулықтарына қарсы келе алмай қалды. Мәулетімізге рахмет. Басында осы Тұрсын бар, Фарида бар, Мәулет бар. Шатта айғайлап барлықтар оқып отырған шығарсыңдар. Осы 50 жылдықты қалай да жасаймыз деп ат салысты. Мәулет енді семья жағдайымен
Астанада келе алмай қалды. Бірақ Сәлемін жолдап бізге өзінің дастарханға деген торттың жіберіп отыр. Осы енді біз А классы, Б классы деп бөлінбедік. 2 класс тату болдық, сондай керемет болдық. Ұлдарымыз бірмен-бір төбелес көрмепті, мен өзім көрген жоқпын. Қыздарымыз біріміз ренжісіп, мектепте неше түрлі не болады ғой, ондай бізде болған жоқ. Міне осы береке бірлерімізді көрсетіп, бүгін біздің ауылында бәріміз бас қосып отырмыз. Қош келдіңдер, жақсы отырыңдар, ойнап күліңдер. Аманшылық болса, 55-ті де қарсы алатын шығармыз, жеребет ұстаймыз. Намабеттің жібергеніне торты, ішінде арақ шарабы бар, Сәлемін жолдап жатыр өлең. Сездіруге батпадың ба, бала махаббатыңды, терезенің жақтауына ойып жаздым атыңды. Бізге шығарып айтып жатыр, Мәулеттің жібергені. Ал енді ішіп отырыңдар. Рахмет енді. Мұны енді аманатқа қиянат жасама деді ғой қазақ халқында. Мұны енді анашымыз міне аманат беріп жатыр. Рахмет, Аллаға. Көрдіңіздер, ертең көреді бұл эфирден, тікелей эфирімізден. Сондықтан да сізге бір тосын сый болайын деп тұр апай. Бір қуанышты тосын бір сый. Өйткені бүгін кереметтей кеште мынау осы ортамызға ойымды орналатқан сізді де құттықтап келіп отыр. Алыстан ат береді. Білмеймін кім екен, қазір көресіз кім дейді. Бұл енді жұмбақ кейіпкеріміз бүгінгі кешімізде. Сондықтан да қошемет соқпайық, ағасы жаясы берік сізге. Мынау осы ортада ойымды орналатқан біз енді қарамайық қазір өзі келеді алға. Қошемет соқпайық, құрметті айткеріңіз, бүгінгі жұмбақ кейіпкеріміз Асқардақты ағамыздың қошеметіне келіп отырған қадірменді мейманымыз. Келіңіз, құттықтап келіп отырған мейманымыз қайда? Шақырайық ортаға. Бәрігерді мереке құтты болсын. Бұл енді азаматтан салсан Асқардақты әпкеміздің сіңілісі құрметті ағайынды. Ол шақыра соқпайды. Құрметті жерлестерім, 75-ші жылы бітірген түлектер, сіздерді 20 жылдық мынандай қуанышты күндеріңізбен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға бақыт тілеймін. Бақыттың ішіне бәрі әйелдерге әйел бақытын тілеймін, еркектерге әйелдің бақытын жалғастырсын деп тілеймін. Еркектерге еркек бақыт тілеймін десін шынайшы. Шабала соқпайық, Махан шаударынан келіп отыр. Бүгін сіздердің кештеріңізді құттықтап келіп отыр. Мынау қазақта жақсы сөз бар. Көсеуіңізің болса қолың емес, ағайының көп болса ешкім тимес дейді. Адамның бауыр еті бала, сіңірің туғаның бауырың. Міне, бүгінгі кеште сіздердің алдарыңызда кереметтей тосын сый болып келіп отыр. Рахмет, қуаныштарыңыз құтты болсын. Енді бұл әсем ән сіздің құрметіңізге қабыл алыңыздар. Және Асқардақты Әден ақсақалдың құрметіне мереке жолдарыңыздың орындауында қабыл алыңыздар. Ортаға шығып жақсылап берейік. Orada
Рахмет. Енді құрметті ағайын көріп отырсыздар, осы оқу бітіргелі жылдан бастап құрметті ағайындарды сағынысып ортамызға келіп отырсыздар. Мынау қыздарыңыз қызғалдақтай қанаттанып, өз елдерін тапты, ер азаматтары үлкен әулетімізге отағасын алып келіп, осыдан артық бақыт жоқ деп, кері келіп үлкен қуанышты тойлатып отырсыздар. Міне сол елу жылды артта тастап, махаббат атты кемеге отырып, сол кезде ескегін ескен адам баласының үш ғұмыры, бірінші жастығы, бала жастық, ол әрине сіздердің осыдан 50 жыл бұрын бала жастықтарыңыз артта қалды. Онан кейін екінші жастықтарыңыз махаббат жастығы, сол махаббат жастығынан өсіп өніп, ол қырықты қыз тәрбиелеп, немере шөбере сүйіп, барлықтарыңыз бүгін міне Алланың қалауы үшінші жастығы 100 жастыққа жетіп отырсыздар. Сол қуаныштарыңыз құтты болсын деген жақсы тілегімізбен астарыңыздан бақ, астарыңыздан тақ тілеймасын деп. Соның бірі сонау 362 әулие елінен, қасиетті Бекет атам туған өлкесінен біздің елге Ақкеппен келіп атқан біздің қыз бала қонақ дейді. Сәуле әпкеміз келіп отыр, Ақтөбе қаласынан келіп қойыңыз. Ортамызда және Астана Алматы шаһарына келіп атқан Оралхан анамыз бар, құрметті ағайын. Астананың алты төріне алтындай жүректерін, құрметті ағайын, сіздердің құрметтеріңізге бөліп келіп отырған қадірменді біздің Астанада тарап келіп. Келіңіздер ортамызда шаттық шапағат беріп. Жарай жатырмыз ғой, досы көпті жау алмайды дейді, доссыз өмір, тұссыз аспектен дейді. Сағынысып бүгінде орталарыңызға келіп отырған қадірменді асыл ардақтар азаматтар мен азаматшаларымыз, мынау орта толтырып атқан ағайындарымыз қарай. Ал құрметті кластастарым, бізде бітірген 50 жыл болыпты. 50 жыл көрмеген кластасымыз бар, Бекмұрат, тағы да қыздар бар. Ал енді 50 жыл мерекеміз құтты болсын, еліміз сау болсын. Енді мен талайтын сұрайын туысына қыздар. Ұмытқандар да бар шығар. Мен Астанада тұрамын қазір. Басымыз аман. Оралхан дегенді білмейік, Орыстай деген керек. Басымыз аман, еліміз сау болсын. Енді 50 жылдық мерекеміз құтты болып, 50 жылға елдеңі, және де енді 55 жылдықты тойлай берейік. 55 жылдыққа енді бұйырса мен жақсы білеймін. Рахмет, енді уәде беріп жатыр 55 жылдықта әкеме билеймін деп жатыр. Құдайға шүкір, Алла шипасын берсін аға. Ауырып тұрдым, аунап тұрдым дейді осының бәрі. Бірінші Алла, екінші осы жолдастарыңыздың тілеуі деп беріңіз жаным аға. Аман бол, әрқашанда жанымызда табылыңыз. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, құрметті ағайын. Сонау қыз бала қонақ дейді. Мына өз бақытын сонау алсанат терлетіп, біздің елге қонақ болып келіп отырған қыздарыңыз келіп отыр, құрметті ағайын. 362 әулие елі, қасиетті бір мекеніміз туған өлке, қасиетті мекеннен киелі мекенге ұшып келіп отырған көктемдеріңіз бүгін міне орталарыңызда. Сондықтан да Сәуле апамыз ортамызда. Бір доғал шапалақ соқып қояйықшы ағайын. Ақтөбе өңірінен. Құрметті сыныптастар, ауылдастар, замандастар, мына 50 жылдықтарыңыз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын. Әрдеде кездесеміз деп жатсыз, Құдай соған жазсын. Енді мына тұрсын бастасына көп рахмет. Мені іздеп тауып, осы чатқа қосып жатыр. Соған қуаныштымын, өздерін көргенге қуанып тұрмын. Енді ойладым, енді біресе келемін, біресе келмеймін, қашық жер ғой енді. Шалым бар аяқ қойын істейсің. Айтып, сендерді көргім келді, сөздің шыны керек. Енді бала күнімізде бір басқа, қазір бір басқа. Әсіресе қыздарды көргім келді, сағынасың, еске аласың. Сол үшін сіздермен қауышып жатқаннан қуанып тұр. Көп рахмет, дендеріңіз сау болсын, өмірлеріңіз мәнді болсын, бала шағаның рахатын көріңіздер, қайда жүрсеңіздер де аман болыңыздар.
Сіздерді жақсы көремін. Құтты болсын. Дегенмен ол өңірдің сөзін емес, біз жақтың сөзімен сөйледік көрдіңіздер ма? Сағынысы бүйткен сіздердің жаңағы сағыныс пен көзгерген мынау сағынып келдім деп отыр. Қадамыңыз оң болсын десе, бақытты болыңыз, ғұмырлы болыңыз, ұрпақ болыңыз. Шағыңызға дұғай сәлем, көріп отырсақ тікелей эфирімізде міне қуаныш құтты болсын. Міне рахмет сізге апамызды жібергеніңізге. Мынандай достарды көріп жатқаныңызға мың сау болыңыз сізге. Алла қуат берсін. Енді достық тілегімізбен құрметті ағайын. Осы шапалақтың бәрі Ақтөбеге қасиетті Науалдан жалынды сәлемдеп қояйық. Қошеметтеп қояйық. Осындай әкелеріңізді құрметтеп жатқандарыңызға рахмет әтсе. Бақытты болың, қуанышыңыз құтты болсын. Енді сіздердің құрметтеріңізге және ағатайымның құрметіне келіп отқан достар деп жатырмыз ғой. Осы әсем ән аға сіздің құрметіңізге, сіздің құрметіңізге қабыл алыңыз. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Татыңыз. Бүгін мына қызым ертпеген еді ғой. Бүгін өзім туған күн 44 жасар болып жатыр. Сол бүкіл бизнесін шаруасын тастап, мен алып кетіп жалғыз өзім келген келесің. Енді жолда ұмытасың ғой, бәлен жыл келмеген соң қалай болады, жаңағы шатқа жазғанда айтады ғой қыздар, тоғыз сәуге неге жүре бермейсің бе жалғыз? Мен қорқамын, жалғыз араласып кетемін. Қыздарыма рахмет, топастар көтергені жатқан көп рахмет. Сіздер жақсы болсын. Ақтөбеге кетіп кезде қорыққан жоқсыз ба? Қошемет сол қояқ құрметті ағайын. Міне ана махаббаты балаға, баланың анаға деген махаббаты. Қыз бала құрметті ағайын қонақ, қуанышыңыз құтты болсын. Сіздің алтындай жүрегіңіздің астындағы алтын құсағыңыздан шыққан асыл қызыңыздың туған күні құтты болсын жаным. Басқа бақ болсын. Еліңе саулық тілейміз. Мынау қасиетті Тарбағат етауынан бастау алып, шипалы Алакөлге дейін созылып жатқан киелі тоғыз жолдың торабында орналасқан Науалдың өңірінен біздің өңірде сізге тек қана жақсылық тілейміз. Басыңыздан бар, астынан тақтаймасын. Ақ жарылқап күн туып күнде ұзық болсын де, ер азаматың аман болып, басыңа бақыт қонсын де, келе түсіп ұл туып, үйлеріңізге бала толсын де, жамандық тілек тілейтін жауыздық күн солсын де, бұл Алланың тілегі, сол тілекті тілейтін барша қауымның тілегі деп біліңіз. Бақытты болсын бараңыз. Андай достасаға сіздің құрметіңізге. Көріңіз, мынау келе қойыңыз. Мынау орамал тоң болмайды, жол болады дейді. Сіздің құрметіңізге. Қайда қызымыз? Шапалақ соқпайық, құрметті ағайын. Папасының орнына келіп жатқан. Есіміңіз? Паратгүл. Бақытгүл, бұл болып шапалақ соқпайық, құрметті ағайын. Ақбатаңыз қабыл болсын жаным әшейін. Рахмет. Енді осы әсемі ән достар үшін бір көтерек қарайық. Ал кеттік достарым. Сіздердің құрметтеріңізге. Жан бауырым бала кезден, бір досым бар бірге дала кезген, бір досым бар байлықтары болып жеткен, бір досым бар үйде күнде келіп кеткен, бір досым бар жан бауырым
düşman yaksa Ağlamayın aşkın gelir dostlarından Kavralık duran gelir kalçayınlar Ölülerin düşman dostlarım beni ötene Bu ölüme sakın dostlar düşman yaksa Dostum dostum Sağlımınma sağlımınma sendine Hey dostum dostum Sağlımınma sağlımınma sendine Hey Sağ olun, bereketli rahmet, hazretlerine. Tosrağımızda biz yapımız bastırdı, mine ülkün anamız hoşladı, hazır külüsüdür, tağı da bir tosun siyi geri жатыр ағайын dostlar. Mına, yeri şurada yeri жаңа деп жатырмыз ғой, сіздерге қарап балдарыңыз біз енді арттарыңызда ертатын ұрпақ қуанып отырмыз. Сіздердің күз әрекеттеріңізді көріп, біз де сіздердей болған шығармыз, құрметті ағайын болатын шығармыз Құдай қаласа. Жақсы тілегімізбен, сондықтан да берекелеріңіз артсын, енді жақсы қонақ келсе қой егіз табады дейді. Сондықтан да барлықтарыңыздан сұрағым келіп отыр. Сүйінші. Бар ма сүйінші? Карина мама бар ма сүйіншілеріңіз? Бар ма? Бар ма сүйінші? Ет келе жатыр дейді. Ет келе жатыр дейді. Сондықтан да қарсы алыңыздар, алдарыңызда үлкен асты, құрметті ағайын қазақтың көмірлеген күйімен алдарыңызға үлкен ас келе жатыр. Қабыл алыңыздар. Ежелден тектеледі, ешкімге ұқсамайтын көп бөгеді. Тіршілікте тату болып ағайынмен тойына құлтыр болсын деп келеді. Сондай сыйлы қонақтардың алдына табақ ет келеді. Үлкен аспен бірге баталық тілек келіп жатыр. Бастайын басқа десең, тойдың басын, көтерер әумин деп, тойдың басын. Біз бірде бұл тойды біз жасасақ, алға адал болар, тойған асын деп, әумин деп үлкен асқа бата берейік, құрметті ағайын. Алланың насып етіп қалай бересіз. Ал бердесеңіз маған бата, қолдасын қыдырата. Жолдарыңыз ақ болсын, тапқандарыңыз бақытты болсын. Жегендеріңіз тәтті болсын. Әр күндеріңіз сәтті болсын. Қалталарыңызда ақша болсын. Аулаларыңда бақша болсын. Ақылға толы ой болсын. Осы отырған барлықтарыңыздың шаңырағыңызда той болсын.
Қуанышыңыз құтты болсын. Енді мына бата берген үшін сізге жаңалық жемпір, осы жерден 2 кемпір десек болады ма? Рахмет, құрметті ағайындар, әзіріміз. Қуанышыңыз құтты болсын. Мына мен алдыңызда қойғаныз келіп отыр, құрметті ағайын әдебі, дастарханнан алып жүріп отырыңыздар. Көңілдеріңізді арнатай қуанышпен қайта қауышатын боламыз, білемін тасау. Бүгін міне қуаныш отамызға үзілмеген үміттің жалғасы бар дейді. Баяғыда бір ағамыз мына отыра алмайды дейді, қай жерге барса да айғай салады дейді. Мынау қонақтан шықса да, мынау үйіне жақындап әңгімесінде айғайлайды дейді. Ертеңгі қонақ біздің үйде деп. Сөйтсе әйелге батады ғой енді, әйел азаматша ұялы ағамыздың сауынынан ақырғана шымшып қалса ағамыз айтады дейді, уақытын өзім айтамын деп. Сол сияқты құрметті ағайындар, уақыттарыңыз құрметті ағайындар деп өздеріңізбен бірге жас тілегімізді арнай отырайық. Енді ар жақтарымызға ел барған шығар құрметті ағайын, басымызды сәл ғана көтерейік. Енді қазір біз сіздермен құрметті меймандарымыз бір керемет ойын ойнаймыз. Бұл ойынның аты құрметті меймандарымыз және айтып жатырмыз. Осы ортаға орын алып отырған атадан қалған құрметті ағайын асыл сөз дейді. Бұл ойынға барлықтарыңыз қатысасыздар. Өйткені мына жерде сіздерге арналған сый-сияпаттарымыз бар құрметті меймандарымыз. Сондықтан да мақал мәтелден жарыс болады. Мен мақалдың басын айтам, ары қаратай сіздер жалғастырасыздар. Мұқият тыңдайық. Жақсыдан үйрен, жаманнан келіңіз әпке ортамызға. Шабарақ ортамызға. Жібер маэстро, билеп келіңіз ортамызға. Келесі. Ағайынның алтын сарайынан анаңның жыртық тоны артық келесі. Шап бие. Ал енді келесі. Сыныққа сылтау не отырса кел отырса келіңіз аға төрлегі. Шабыла! Ал енді бәріміз құда жекжат болды. Енді құдағи бар, құда бар деген сияқты құдалар деп жағынан бір мақал мәтел болсын, е? Біреу болса құда, біреу болса құда, Құда болсам шыда. Оған бар жаңа шыда. Мамулям пере салады сізден айтып. Ал кеттік, біреу болса құда, екеу болса шыда деп қояды. Екеу болса сыйла, жақындап келе жатсаға. Баламыз неден ұшырамыз? Ұядан! Келіңіз апа, шапалақ, қосымен. Міне апа. Сонда мақалдың қосылымы біреу болса құда, екеу болса ұя дейді құрметті ағайын. Құда шын осындай болсын. Молодец не болсын, кел бабыля. Шапалақ. Ал кеттік. Ағайынның қызығы алыс беріс, құдалықтың қызығы барыс керіс керек сәттіме деген батырында. Шапалақ қошымен. Сау болып кеттік. Ал енді өздік ұрпақтарын неме сүйіп отырмыз, немере сүйіп отырмыз, немере туралы кеттік ата-апалар. Немере ертінше сүйіп алғандар келіңіз апай. Келіңіз апай.
Ал енді мұқият тыңдайық. Қазақтар тойға қаншадан апарамыз дейді. Барлықтарыңыз тойға барасыздар ғой. Қазақтар айтады екен, тойға қаншадан апарамыз дейді. Жетеу дейді. Қазақтар айтады, тойға қаншадан апарамыз дейді. Списоктары біле? Списокте не деп жазылады? Қазақтар айтады, қанша әкелді, сонша барамыз. Келші кәткен ортаға. Келіңіз. Рахмет, міне көрдіңіздер, бүгінгі біздің жеңімпаздарымыз бүгінгі тойымызға атсалысты. Сондықтан да қазір қатырыңызды бермей, көк үстелдің өнерін тамашалап алайық. Және ме, бұл бүгінгі сыйлығымызға призді жаңағы спонсорлық ретінде алып келіп жатқан апамызға мыңда бір алыңыз. Қазір енді сіздердің заманауи әндеріңіз твиз, кеп, беріп көрдіңіз. Шапалақтан ба? Ал енді приздарыңызды біздің қонақтарымызға, сый-сапаттарыңызды ардап отырыңыздар. Мынау, ер азаматтар сіздерге ақ пакет, қыздар қызыл пакет десеп та. Ал кеттік. Қыздарға, апам, беріңіз жігіттерге. Рахмет, көңіліңіз кейіндер жаным. Ал кеттік. Көкарала жоқ па не? Қыздар да міне. Әдемі ғып. Елуді бері қаратып тұрыңыздар. Ал бәрекелді олай болатын болса, құрметті ханымдар мен мырзалар, мынау қазақтың ұлттық биі қара жорғаны берейік олай болатын болса. Келісіп па? Ата биі аламыз ба? Ал ертік шақ! Қазір асабаның алтын түріне ақ тілекпен келе жатқан тағы да меймандарымыз бар екен. Роза ханым Әбдірева дейтін ауылынан және Үржар ауданынан келіп отырған Қалмақбай ағамыз және барлық арасынан келіп отырған Орынбек мырза бар ма? Келіңіздер ортамызға. Биле! Егістің ортасында тұрмыш, әдемі отырасыз. Жаңа мәселен, рахмет. Мына менде құрметті ағайын, осы ортаға ойып тұрып орын алып жатқан құрметті ағайындар, енді сіздер бала болдыңыздар, есейдіңіздер, ер жеттіңіздер. Сол секілді мына кішкентай ғана немерелерін атамыз бен апамыз күнде мектептің жанынан апара жатып айтады дейді. Мына мектепке тарыдай болып кіресіңдер, таудай болып шығасыңдар, сіздердің мұғалім оқытады, ауылдың мұғалімдері оқытады, мына мектепке барасыңдар деп күнде немересін ұстап, сіздер секілді ата мен апа мектепке апарып өтеді екен.
Сөйтіп ай 4 жыл өткеннен кейін баласы 1 сентябрь күні қайда барады? Сабаққа келеді екен. Содан атамыз бен апамыз сіздер секілді той жасайды. Ауылды дүркіретіп той жасап, 1 сентябрь күні немересін жетектеп сабаққа кіргізіп жібереді мектепке. Ауыл тойын жасап атқан атамыз бен апамыздың немересі жарты сағат өтпей ақырып жылап келе жатыр дейді. Өкіріп келе жатыр дейді бала. Атамыз бен апамыз шошып кетіп, жанына барып немересіне сұрайды, не болды, айтсаңызшы, десе бала сөйлей алмай тұр дейді. Қорқып қалдың ба, не болды десе, атамның немересі айғай салады дейді. Мұғалім дегендердің бәрі ауылдың әйелдері екен деп айтады. Сол себепті құрметті ағайындар, қазіргі мына заманда мектепке апарған кезде айтыңыздар, сен ауылға мұғалімге барасың, сен Сәкен ағайға барасың деп айтпаса, қазіргі біздің балалар ондайды мұғалімдерге түсінбейді. Сол сияқты немерелеріңіз көп болсын, сіздер сияқты білімді де ақылды азамат болсын. Кластастар, мен бүгін біздің елордамыз мерейтой құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын, аман есен болыңыздар. 50 жыл деген аз емес, бір адамның өмірі, мысалы, арамызда қанша математиктар өмірден өтіп кетті. Енді міне сол 50 жылдықты бүгін міне тойлап бізге нәрсе отырып сол тойымыз құтты болсын. Енді барлық 51 жыл тойлаймыз деп жатсыздар, 55 тойлаймыз деп жатсыздар. Енді 55 емес, 51, 52-де, 53-де тойлай берейік. Өйткені біз енді қанша ғұмыр жасаймыз. Жылда бір кездесіп тұруға болатын шығар. Сол енді біздің менің өз ойым. Сол 50 жылдықта өсіп тойлар өткізсек деген ойым бар. Сондықтан енді алыстан келіп жатқан, жақыннан келіп жатқан, осылардың бәрін басын қосып жатқан, мына Тұрсын, Ипайза, мына Фарида, осы кісілердің еңбектері сендерге көп рахмет. Енді өстіп енді биылмен емес, келесі жылмен өсіп жалғастыра беріңдер. Барлықтарың дендерің сау болсын, аман есен болыңдар. Алыстан келгендер ауылдан аман есен жетіңіздер. Енді мына біреуін алыстан көріп, біреуін көзіне қарап танып жатырмыз, біреуін аяғын жүрген жүрістен көріп танып жатырмыз. Енді 50 жыл көрмегендеріміз де бар екен ішінде, мысалы. Енді не айтамыз? Барлықтарың бала шағаларың аман есен болып, немере шөберелерің көп болсын. Енді өсіп, сында бас қоса берейік. Енді осы бар жақсылық ниеттеріне қосыламын. Бір сөз қайта берейін десек, қысқа ғана қайырын. Дендерің сау болсын, бақытты болыңдар, бала шағаның қызықтарын көре беріңдер. Класстастар, дендеріңіз сау болсын, бала шағаңыз аман болсын. Осы мен ойлағам, байланбай жылда енді 50 жыл болды ғой, бір-бірімізді көрмеген. Мына менің екімді өскен Қыстағайға бақы жасын кейін қасиеген келеме деп соларды көп күттім. Бірақ та олар әрдекеген мүмкін жұмыста шалып. Енді өкініш тап болып тұр, солар келмегеніне. Енді сіздердің бала шағаларыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын. Осындай бала шағаның арқасында қызықтап жүре беріңіздер. Әрқашанда осындай келгенде, бір-бірімізді көргенде аман сәлеміміз дұрыс болып, сәлемізді сыйға өтейміз. Ана енді 50 жаңа деп жатырмыз ғой ағайындар. Енді өздеріңіз ортаға шыққаннан кейін айтып кеттіңіздер, жанұямда осындай немере бар, осындай семьямыз бар деген бір ауыз айтып отырыңыздар. Ал кеттім. Қазір оғанда көп балалы аналарға, әжелерге немересі көптерге приз береміз. Өз басымызда 2 баламыз бар, бір ұл бір қызымыз бар. Біреуі Майами істейді, біреуі шетелде жұмыс істейді. Енді 3 немереміз бар. 2 ұл бір қызымыз бар дейді. Сол біздің немереміз. Тамаша. Менің 3 ұлым бар. 3-і, біреуі қолымда, 2-і баста жақтарда. Оларда да 3 балам бар. Барлығы жақсы. 9 келе жатыр. Маған келетін болсақ, 3 ұлым бар. Бір қыз, енді 3 немерем бар, 6 немерем бар. Енді тағы үлкен ұлдың немерелерін күтіп отырмыз. Рахмет аға, Алла разы болсын, осындай ұрпақтарыңыздың қызықтарын көріңіздер, дастархан төрінде жайыласыңыздар. Енді және тойымыздың басында айтып кеттік қой, құрметті ағайын. Осы кешті жаңағы ұйымдастырып жатқан ағаларымыздың барлығына сіздерге алғыс айтамыз және жаңа айтқан орындалар оңынан деп жатырмыз. Осы
күнге жеткенде бар, жетпегенде бар, бір арман болып, бір сағыныш болып, құрметті ағайын еске алып жатқан шығарсыздар. Сондықтан да осы асыл-атақты азаматтарымыздың бүгінге келе алмай қалған құрметті ағайындарымыздың әр тілегі қабыл болсын. Енді өмірден өткендерімізге құрметті иман берсін. Жинау асыл-атақты ағаларымыздың беріп атқанған тілектеріңіз қабыл болсын дегім келеді. Енді берекелеріңіз ажырамасын, орталарыңыз ортаймасын. Әрқашанда сіздерді сағынып жүреміз. Өмірлеріңізді сағыныңыздар. Енді осы әсем ән Қазақстан Республикасының халық әртісі болған Үкіл Қожамыздың екі қызы, күйші композитор Гүлнар Дәукенова апамыздың «Қайран уақыт» деген ән сіздерге тартып өтеміз. Қабыл алыңыздар. Қуаныштарыңыз құтты болсын ағайындар. That is
ойын орын алып жатқан құрметті ағайын, жаңа айтып жатырмыз. Иә, пайғамбарда күйеу баласын сыйлаған десе, ортамызға құрметті ағайын, осы 75 жылғы бітірген түлектеріміздің ер азаматтарымызға пана болып жатқан, ер азаматтарымызға жар болып жатқан, бір әулеттің отанасы болып жатқан, осы әулеттің келіндерін ортаға шақырам, келіңіздер. Жалпы келіңіздер ортаға. Келіңіздер. Жалпы келіңіздер ортаға келіңіздер. Келіңіздер ортаға. Ал енді ассалаумағалейкум, қайырлы кеш деп айтайын, біздің сұлу әдемі де аяулы ардақты қыздар деп айтайын, құрметті ағайын. Бүгінгі кереметтей біздің 50 жыл кездесіп жатқан түлектеріміздің асыл жарлары, біздің кішкентай ғана балапандарымыздың асыл әжелері, мынау немерелік асыл әжелері, мынау балалардың бақытты аналары, қуаныштарыңыз құтты болсын. Біздің елге қош келдіңіздер. Қадамдарыңыз оң болсын деген жақсы тілегімізді айтып отырып, мынау бүгін түбірлі той жасап жатқан 1970 жылғы түлектердің барша қыз қолдарына жалынды бір сәлем сатпайыңыздар сөйлейміз. Бақытты болыңыздар, құрметті ағайындар. Енді қуаныштарыңыз құтты болсын. Әрине бүгін сіздердің кереметтей жандарыңыздың, мынау өмірлік жарларыңыздың астарында ол тағаларының кереметтей бір кездесуінде бір жерде Алматы, Астана, Науалы, жан-жақтан келіп жатқан мынау ортаға келсіздер, сондықтан да қуаныштарыңыз құтты болсын деп, және мамашамнан сұрап, сіздерді бір талқылап шығарып алайын деп ортаға алып шыққам, сондықтан да бір ауыз тілектеріңіз. Құрметті ағаларым, 50 жылда ел жаңа дейтін 50 жылдық мерекелеріңіз құтты болсын. Құдай жақсылығымен берсін, соңғанның соңынан сақтасын, кезеңнің кезінен сақтасын, жетпіде бәледен сақтасын, қаңғағандықтан сақтасын, парақорсыздықтан сақтасын, ынтымақсыздықтан сақтасын, сатқын достан сақтасын, жан-жағымызды жақсы адамдар болшасын, бала-шағаларымыз аман болып, немере шөбере сөйлейік. Келесі той, енді сіздер жыл сайын тойлай алмайтын шығарсыздар, жасыратын жоқ, бәріміз уақытын жоғы 55 жылдықтарыңызды бұдан да күшті өткізіңіздер. Бұл деп бөлінбей таптату болып, негізінде әрине арман ғой, барлықтарыңыз бір-бірлеріңізді көру қалай өзгерді 50 жылда деді. Енді 55 жылда көргендерді енді аса не алмайсыз, көрмегендерді аңсайсыздар ғой. Бұл мен Навалға келін болып түскенде 40 жыл болады екен. Биыл Бекен екеуміздің шаңырақ тұрғанымызға 40 жыл болады екен. Айналдым мен айманымнан. Маңдайларыңыздың, байлықтарыңыздың сүйдім. Иманды болған бақытты дем тірі болған кезде, Азада дем тірі болған кезде, сол кісілердің қолымен Ахметті таңызы болған кезде, енемді көре алмадым. Сол кісілерге мен келін болып түскен едім, осыдан 40 жыл бұрын. Содан бері мен бірінші рет келіп тұрмын осы неге, Навалыға. Анау Навалы деп, Ұржал деп не қандай жүрегім дүрділеді, Навалы дегенде вообще жүрегім сылып кетті. Себебі мен келін болып түскен кезде әлі есіме кетпейді, мейманға бақыт әтсем, артыма қарама, сен бізде қалуы керек деген. Барлықтарыңызға бақыт тілейін. Сіздер де сондай 40 жылдықтарыңызды, 50 жылдықтарыңызды сәулесінде жүрсіңіз. Мына жолдастарыңызбен бірге өмір сүріп жатқандарыңызды тойлай беріңіздер. Найманның азаматтары аман болсын, Найманның қыздары аман болсын, қайын жұртым аман болсын, өз жұртым аман болсын, нағашы жұртым аман болсын. Амандық болсын, барлықтарыңызды жақсы көріңіздер. Енді бүгінгі құрметті Навалы ауылының 50 жылдық кездесу құтты болсын. Барлықтарыңызға дендеріңіз сау болсын деймін. Аман болыңыздар. Бала-шағаларыңыздың қызығын көріңіздер, немере шөбере сүйіңіздер. Бағанадан бері жақсы тілектер айтылып жатыр. Жақсы қуанышта бір-бірлеріңізді көріп, кездесіп жатсыздар. Өте керемет көрініс болды бағанадан бері. Одан да ары қарай жақсы болып тойларыңыз тойға ұласын. Ең бастысы дендеріңіз сау болсын. Мен Қатпар айта бұл. Бүгін аспана түсінің даласы.
Aman bolыңыздар. Мен арқасы бар екен айтсын. Aman bolыңыздар. Sen кетерде микрофон береміз. Құрметті Наалының түлектері, мына 50 жылдықтарыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, тойларыңыз тойға баса берсін, барлық семьяларыңызға жақсылық тілеймін, тек қана жақсылық той бола берсін. Викарияға көп-көп рахмет айтамын, бізді іздеп, Орынбекті іздеп, бізді тапқанына көп-көп рахмет, жақсылық тілеймін. Құрметті 50 жылдық кездесуге келген кластастар, сіздерді мейрамдармен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық тілеймін, отбасыларыңызға бақыт тілеймін, бәрекелді жақсылық тілеймін. Негізінде мен Оштайдың сатылысындасың, бірге оқығам. Менің де 50 жылдығым. Тоже сіздермен жақсылық. Біз көп кеткенде, Қазақстанмен Алматыға барып келдім. Мен осында мен бармай қояйыншы деп. Жаққа бара беремін деп едім. Жоқ, мен жаққа барайын. Алып келдім. Мен қуаныштымын. Сіздердің бәріңізге бақыт тілеймін. Осылай жап-жас болып жүре беріңіздер, қыздар. Ал аяулы қыз-жігіттер, 50 жылдық мерейтойларымыз құтты болсын, өмір жастарымыз ұзақ болсын, бала-шағаларымыз аман болып, әрқашан өстіп бастарымыз қосыла берсін. Сіздерге зор денсаулық тілеймін. Осы тойды ұйымдастырып жатқан Бибайда, Фарида, Тұрсын үшеуіне көптен-көп рахмет, өте жақсы ұйымдастырғансыздар. Сіздерге сондай, бәріміз сондай жақсы настроениеде жүрміз. Бұлай болады деп расында шынында ойлаған жоқпын. Сіздерге көптен-көп рахмет, аман болыңыздар. Ал енді құрметті 1975 жылғы түлектер, 50 жылдық мерекелеріңіз құтты болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын, ұрпақтарыңыз аман болсын. Енді осы 50 жылдықтарыңыздан кейін 55 жылдық жасаңыздар, жаңа кім Гүлмира айтқандай 51-52 деген енді болмай қалады. 55 жасаңыздар. Сол күнге осы түгел бастарыңыз аман, жетіңіздер осы күнге. Барлықтарыңызда дүние тұрған жағынан сен болыңыздар. Енді барлық жанұяларыңызға жақсылық, табыс, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Енді мына жаңа қыздарға айтып жатыр ғой, жерде Бипайзаға, Фаридаға, Тұрсынға рахмет деп көп рахмет болсын, ой рахмет. Енді жай әңгіме болсын айта кетейін. 20 жылдық встречада осы біз 8 жігіт бір компания болдық та, солардың әйелдері аяғымыздан тік тұрып встреча жасағанбыз. Міне Баққайша рахметін айтып өлең айтқан бізге. Айналайын той жасаған жігіттерден деп әлі есімде. Сонда біз күнде жиналамыз, енді әңгіме болсын айтайын. Күнде жиналамыз, ананы істеу керек, мынаны істеу керек. Серікқалидың арқасында, Серікқалидің басшымыз болды сол кезде. Көп көтеріп денесінде қаражатын қосқан Серікқали болатын. Соны бізге айтады, Серікқали айтады. Сендер тұрып біздің класстастарды, қыздарды күтесіңдер дейді. Соңғы біз деген бәріміз бүйтіп қалғанбыз, жаспыз, жоқ біз бірінші келін болып келдік, қыздарымызды күтсін дейміз. Сонымен күнде келіспей қайтамыз. Содан кейін ақырында білесіңдер қыздар, өзіміздің әрдеміздің бауырлары, Оштайдың бауыры, Тұрсынның бауыры, Серікқалидың бауыры, тағым, Қажымұраттың қарындасы бар, бәрі соларды. Кәдесін ол кезде күтуші не жоқ, жалдаған енді соларға айттық. Солар зыр-жүгіріп күтіп, бәріміз демалғанбыз дейді. Естіп алғанын айтып жатырмын да. Ол встречада Науалда бірінші нөмірі той болған, бүкіл ауыл айтқан. Енді келесі осы встречада жақсы деген бірінші встреча болсын, енді ел жұрттың аузында қалсын. Әлі жаңа ортасына келдік, әлі біткен жоқ, жақсы өткізіп, жақсы тарқайық. Ертең көлді аман есен жақсы өткізіңіздер.